Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен шаймен, кофелермен ішкенге осындай жұмсақ биік болып шығатын тәтті клубника қосылған пирог дайындаймыз. Менімен видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, комментарий жазып қалдырыңыздар. Онда алдымен ыдысымызға 4 штук жұмыртқамыз салып, ванилин қосамыз, немесе қоспасаңыздар да болады, қажет емес. Миксермен жақсылап 4-5 минуттай біркелкі болғанша, көбіріп болғанша жақсылап миксерлейміз. Қантымыз салып, тағы да миксерлеп аламыз жақсылап. Енді сүтімізді, сұйық майымызды құйып, екеуін бірдей, тағы да біркелкі болғанша жақсылап көбіртіп аламыз миксерлеп. Манник круппаны салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді бізде бұл жерде ұнға разрыхителімізді алдын ала араластырып алып, содан кейін барып пирогымызға саламыз. Бірдесінен салмаймыз, 1-2 бөлікке бөліп саламыз пирогымыздың. Пирогтың қамыры бізде осылай қоюлау болады. Ішінде неге десеңіздер, бізде манник круппа бар. Пирогымыздың қамыры дайын. Листымызға пісте маймен немесе сармаймен осылай майлап алып, пирогымыздың қамырын құйып, бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Жағып болған соң осылай столға кішкене 1-2 рет бүйтіп ұрып жеріңіздер, барлық жеріне бірдей болып тұру үшін. Мен бетіне осылай клубника салдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша малина салсаңыздар болады, шие, черешня, барлығымен күшті үйлеседі бұл пирог. Енді пісіруге жібереміз. Жарты сағатқа 180 градусқа. Пирогымыз пісіп шықты. Кішкене суылған соң бетіне пропиткаға 100-150 миллиграмдай сүт құямыз. Бізде ішіне манник круппа бар болғандықтан пирогымыз іші кішкене құрғақтау болады. Сондықтан бетіне сүт құямыз. Үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, кесіп, дастарханға тартсаңыздар болады. Қонақтар келгенде де өте күшті әрі дәмді болатын пирог рецепті. Біздің пирогымыз дайын. Беймарал жей берсеңіздер болады. Ас болсын.